Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер осындай қытырлақ вафлилерді жасаймыз. Осы вафельдерді біз вафельница арқылы жасаймыз. Керегі сары май, жұмыртқа, қант, ұн және де крахмал. Ең біріншіден сары май мен қантты араластырамыз. Енді ішіне жұмыртқаларды қосып араластырамыз. Содан кейін біртіндеп ұнды қосып та араластырамыз. Және де ең соңында крахмалымызды қосып араластырамыз. Енді қызып тұрған вафельницаға кішкене сары майды жағамыз. Сосын 1,5 ас қасықты вафельницаға салып, вафельницаны жабамыз. Міне бізде осындай вафлилер шығуы керек.